Yamulsundur mu? Қалай көке ол? Жолы жақсы. Ал, қош келдіңдер. Осы үлкен жобаларды жүзеге асыру арқылы Алмас Алматов баяғы аталар алдындағы ұрпақ парызы орындалды деп ойлайды. Сонау Көреғұлыдан басталған баба сөзі болашаққа үзілмей жетеріне сенеді. Көреғұлы бұл бүтіндей түркі оғыз халқының ортақ мұрасы. Сондықтан да сыр бойындағы Көреғұлы дастанын жырлау, сонау атақты Жиенбай жырау, кешегі Балқы Базар жырау, Оңғар жыраулар дейміз, сыр бойындағы 18-19 ғасырдан бері қарай жалғасып келген, кешегі Көшеней жырау, бүгінгі Бидаш жырау. Мінекей сол мектептің Жиенбай жыраудың орындаушылық мектебі бүгінгі таңда мұрагер ұрпақтары арқылы дәстүрлік сипатқа айналып отыр. Демек, өнер өзінің мұрагер ұрпақтары арқылы ғана дәстүрлік сипат алады. Сондықтан Жиенбай жырау дәстүріндегі мектептің берік ұстанымын қалыптастырып осы кезде алып келе жатқан дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасының оқытушысы, қазіргі үлкен ғылыми бағытта ізденіс жасап жүрген мінекей Серік Жақсығұлов. Ал жас өркен биыл ғана осы мінекей мектепті бітіріп өнерге қанат қағып отырған Күнсұлу Түркменова осы мектептің жас жеткіншегі. Меніңше Серік Көреғұлы дастанының белгілі оқиғалы жерінен Күнсұлуға қарай өткізіп, сосын Күнсұлу бір қайырымменен аяқтап отырса көрейік. Көреғұлы жыры ұзақ жыр. Енді мынау Көреғұлы жырының Раушанбек пен Гажданбек Торатты мінгесіп Қызылбастан еліне қашқан жерінен кішкене айтып. Енді айтайын үргеніштей қаланы, түсінгендер сөзге құлақ салады, ой салады. Жұма намаз оқымаққа сол күні жиналыпты сол шәһәрдің адамы, ой адамы. Намаз оқып шықтау бәрі далаға, шын шеберден айтылмай сөз қаламай. Бағанағы Раушанбек пен Гайданбек жетпесе дай келген екен шамаға. Ат жақсысы жақын ет алысын, Құдай оңдап таптай тәуір танысын. Жұма намаз оқып шыққан қалайық, есетеді ай дүсірлеген дабысын. Бір дүрсілге қарай қалдау қалайық, дүсірлеген дабысы бар ғажайып. Елме жаума келе жатқан қандай жан, шыңбасын ой шығып назар салайық. Елме жаума келе жатқан қандай жан, биік жерге шығып назар салайық. Биік жерге шығып назар салады, шаң ішінде көрді жалғыз қараны. Елме жаума келе жатқан қандай жан, биік жерге шығып назар салайық. Бұл шабысы келе жатқан желігіп, бір желіксе тоқтау қиын шегініп. Арқан тереңдер әрбіріне он адамнан бөлініп. Бәршесі де мақұл көрді бұл істі, қарияның бұл ақылы дұрысты. Жеті қабат әр арқанға оннан, жеті жебек арқан ұстап тұрысты. Сол уақытта келген екен шамаға, жолдан шығып бұрылмады қараға. Жеті қабат арқанға кеп оралды, қайрылмастан үргеніштей қалағы. Алтауынан қабат қарғып өтеді, тоқталмастан жетіншіге жетеді. Алып қалды үстіндегі адамын, шығып тұлпар бетіменен
бір жинады. Ортасынан шарбақ салып шәмбілге Раушан бекті сонда қойып сыйлады. Гәжден бекті өз туғаны кетті, үсір бітір ода беріп зекетті. Бұл екеуі жата тұрсын сыйланып, тыңласаңыздар таға айтамын бір кепті, бір кепті. Ай, ай, бір кепті.